Есімім Досбай Баймұрат Нұрлыбайұлы болады. Кішкентай кезімде отбасым өте әнге жақын болған. Кезінде анамыз әрбір отырыстарда, тойларда ән айтатын болған, гитарамен болсын, домбырамен болсын. Кішкентай кезімізде соны бәрін көріп, тыңдап, өте қызыққан. Кезінде анам айтатын, маған гитараны үйретіңізші деп. Қазіргі кезде гитарамен ән айтатын боламын. Өзіме ырғақты әндер орындағым ұнайды. Және де барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Мен Жылой аудандық полиция бөлімінің теңіз полиция бөлімшесінің патрульдік полиция ротасының қызмет инспекторы полиция лейтенант Қуанышев Ринат Болатұлы. Қазір уақытта теңіз қалашығында қызмет атқарудан өнерге деген қызығушылығым нағашылар жағынан болып келеді. Қызығушылығым ол кісілер ән айтқан кезінде соған қызығып, осы өнерге бет бұрдым. Конкурсқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Marida, Marida, Marida.
Мен патрульдік полиция ротасының кезекші бөлім көмекшісі Хайруллин Сейілхан. Осы салаға келгеніме бір 3 жылдан астам уақыттай оқып қалды. Жалпы бала кезден ән айтқанды жақсы көрем. Бізде отбасылық ансамбль болған, кезінде әкем мен анам бастаған. Жайық бойында олар біршама ауылдарға ән айтып, гастрольмен жүрген. Енді осы сайысқа қатысып отқан барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Жүлделі орындардың көрінсін деп. Өмірімді сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шам-шағам. Нағыз әнді құлақта қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көңілдерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шам-шағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи шаңдырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді ғой саңғалақта.
Сериков Ерболат Төлеубайұлы, Жылой ауданы полиция бөлімі, Теңіз полиция бөлімшесінің қызметтік кезекші инспекторы, полиция капитаны. Осы салада 10 жылдан астам қызмет атқарам. Мен бұл өнерге келген себепші болған үйімде әкем әншілік қасиеті бар, сол кісіден дарыды. Талай конкурстарға бала кезімнен, мектеп кезімнен қатысқанмын. Жүлделі орындарым бар. Осы салада жүріп, Ақтөбе облысы, Орал қалаларында конкурстарға қатысқан кездерім болды. Барлық қатысушы қыз-жігіттерге сәттілік тілеймін.
Біздер Атырау облысы полиция департаментінің ұйымдастыруымен өтендеп жатқан міндет абырой ерлік атты ән байқауына қатысқалы жатқан осы Атырау облысы полиция департаментінің әрбір саласынан құрылған полиция қызметкерлеріміз. Біздің таңдаған әніміз композитор Өмірбек Байділдаевтың Туған ел атты әнін ең алғашқы рет ағайынды Абдуллиндер орындаған. Қазіргі таңда осы әнді өз нақышымызда орындаудамыз. Және біз мына тамаша әнді квартет болып екі дауыста орындауға бел будық. Осы полиция қызметінде 10 жылдан астам қызмет етіп, қызмет барысында қызметпен бірге өнерді бірге алып жүріп, көптеген ән байқауларына қатыстым. Қазақстанымыздың түпкір-түпкіріне ән байқауларына барып, сол жерде көптеген қызметкерлермен танысып, осы өнер саласында дос болып, әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Бала кезден арманым біріншіден полиция қызметкері болу, және де екіншіден өнер саласында қызмет атқару, және де қазіргі уақытта полиция қызметкері болып, өнер саласын бірге алып жүріп. Біздер әр саладан қызмет атқарсақ та, бізді осы барлығымызды өнерге деген құштарлық байланыстырады. Мен Қарағушева Рима Серікқызы Исатай аудандық полиция бөлімінің Кәлметту мастерінде учаскелік полиция болып жұмыс атқарып келе жатырмын. Бұл менің өнер бағытындағы алғашқы байқауларымның бірі емес. Бала кезімнен бері осындай әртүрлі сайыстарға қатысып, өз бағымды сынап келе жатырмын. Жалпы дайындық кезінде жалғыз өзім орындап, өзім іштей өзіммен сырласып ән айтқанды жақсы көремін. Бұл әндерден ішінен маған өзіме баяу, ырғақты әндерді орындаған ұнайды. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін.
құрметті мына бүгінгі байқауға қатынасушылар, әріптестер. Бұл енді сіздердің өздеріңіздің мамандықтарыңыз болмағанмен, сол қызметтеріңізбен бірге өнерді қатар алып жүргендеріңізге біз қуанып отырмыз. Әнді де бір кісідей әдемі салып жатырсыздар. Сондықтан мына өнер мен өмірде, қызметте жолдарыңыз бола берсін. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Азғантай дайындықтың, күннің ішінде дайындығымыз азғантай болды дей тұрғанмен, бүгін бар өнерімізді көрсеттік. Бұл не деген сөз? Бұл келесі байқауға, келесі концертке жақсы дайындықпен бару керек деген сөз. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Дәл осындай мәтінде Серіков Ерболат марапатталады. Қолбаев Асхат марапатталады. Құрметті әріптестер, бәріңізге көп рахмет. Мен жалпы негізі бірінші рет қатысқам. Но енді арамызда мынандай әншілер барына, қазылар алқасына төрағалық болғаныма өте қуаныштымын. Құтты болсын, жеңімпаздарға сәттілік. Міндет абырой ерлік аймақтық көркем өнерпаздар байқау фестивалінде жүлделі 3-ші орынды жеңіп алған үшін Қайруллин Сейілхан марапатталады. Жүлделі 2-ші орынды жеңіп алған үшін Қарағойшиева Рима марапатталады. Ерлік аймақтық көркем өнерпаздар байқау фестивалінде жүлделі 1-ші орынды жеңіп алған үшін полиция департаментінің жігіттер квинтеті марапатталады. Шаймарданова, сіздерге алтын уақыттарында бөліп көп рахмет. Осындай байқау өткізуге көмектесіп атсалысып жатқандарына, жеңімпаздарға да сәттілік тілеймін.